Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сыныптың 77-ші сабағы шығыс септік. Балалар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Қоңыраушаны басып қойсаңдар, әрдайым жаңа сабақтар көретін боласыңдар. Табиғатты қорғаймын. Сөйлемнен шығыс септік жалғауы жалғанған сөздерді таба аламын. Шығыс септік жалғауларын білемін. Ал 62-ші жаттығуда ертегіні тыңда деп отыр. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп, бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек. Маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деп ұртын-бұрт етті. Сәбіздің төп жағында бұршақтың үлкендігіндей 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа көжек қағып алды да бір-ақ асады. Сұр көжек аш қалды. Атасы оған: "Солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады" деді. Бұл әңгіме балалар Мұзаппар Әлімбаевтікі. Бізде енді тапсырма: ертегідегі нақыл сөзді тауып, мағынасын талқылаңдар. 2-ші, көжектің қуанғанын, ренжігенін ым-шара арқылы көрсетіңдер дейді. Бұл жердегі нақыл сөз балалар өкпелеген үлесінен құр қалады. Яғни өкпелеймін деп өз несібесінен құр қалу, барға қанағат ету керек. Ал қуанғанын, ренжігенін өздерің сыныпта бір-бірлеріне көрсететін боласыңдар. 63-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Аттан бие, қойдан аласа. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Олардың қай септікте тұрғанын айт. Енді балалар, ережеге назар аударып жіберейік бұл тапсырманы орындамас бұрын. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, ден жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. Ал енді бұл жердегі қарамен жазылған сөз аттан, ойдан. Ал сұрақ қоятын болсақ, неден? Сонда балалар, біз септік жалғауларын өтіп жатырмыз. Соның ішінде неден деген сұраққа жауап беретін шығыс септігінде септеліп тұр екен балалар. 64-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Топ-тобымен жайылады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе лезде көзден ғайып болады. Шернияз Серімбетов. Мәтіннен шығыс септігіндегі сөздерді тауып, астынсыз. 64-ші. Бұл жерде септік жалғауында шығыс септігінде тұрған сөзіміз қақтан, суаттан, көзден. Қоятын сұрағымыз неден деген сұрақ қойылады екен. 65-ші жаттығу. Сызбадағы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тап. Бұл сөздерде шығыс септік жалғауларны әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Жалғаулар бізге нан, нен, тан, ден, дан, ден деген жалғаулар берілген. Яғни қоян, біріншісі бізге қояннан, өзеннен, кітаптан, өрттен, судан, теңізден деген сөздерге жалғанды. Яғни біз жалғауларға сәйкес келетін зат есімдерді орнына қойдық. 66-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, мақал-мәтелді көшіріп жаз. Ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Яғни бұл жердегі жаңағы бізде көп нүктенің орнына шығыс септігінің жалғауларын қойып отырмыз. Ал сөйлем мүшесіне талдайтын болсақ, ақыл бастауыш, шығар баяндауыш, жастан толықтауыш, тастан асыл бастауыш, тастан толықтауыш, шығар баяндауыш.
Келесі отан, оттан да ыстық. Отан не? Отан ыстық. Баяндауыш оттан дейді. Тоқтауыш бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Бір жеңнен бұл жерде тоқтауыш, қол шығар, баяндауыш. Бір жағадан бас шығар, бір жағадан тоқтауыш, бас шығар, баяндауыш. Барлық өнерден сөз өнері күшті. Бұл жерде бастауышы сөз өнері, күшті баяндауыш, барлық өнерден тоқтауыш. 67-ші жаттығу. Берілген сөздердің шығыс септікте тұрғанын дәлелде. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан. Ол үшін алдымен осы сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра. Содан соң сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде. Ендеше дәлелдейік. Арайлымнан үй тапсырмасын сұрап алdım. Арайлымнан бұл жерде кімнен деген сұрақ арқылы жасалып тұр, яғни ол шығыс септігінің септеліп тұрған сөз. Өрістен сиырлар келе жатыр. Бұл жерде бізде шығыс септігінде тұр. Олар теңізден кит ұстады. Неден ұстады? Теңізден ұстады. Шығыс септігінде тұр. Кітаптан қызықты ертегілер оқыдым. Неден оқыдым? Кітаптан оқыдым. Бұл шығыс септігіндегі сөз, өйткені ол кімнен, неден деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. Міне балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңдар.